Қазақтың ұлттық ойындарының жалпы саны 1000-нан асады. Ойындар жыл маусымына қарай 5-ке бөлінеді. Ат үстіндегі, түнде ойнайтын және үй ішінде ойналатын ойындар болып келеді. Мысалы, алтыбақан, бәйге, теңгелуді жазда ойнаса, көрші сақина салмақ, кіміштіні қыста ермек еткен. Ал жайлаудан күземге көшкенде асық, көкпар сынды ойындар ойналған. Ат үстіндегі ойындар жастарды ептілікке, жауынгерлікке, төзімділікке тәрбиелейді. Теңге алу ойыны қазақта 3 түрге бөлінеді. Оны кейде күміс алу, шолпы алу, немесе сақин алу деп атайды. Себебі тұрмысқа ұзатылып бара жатқан бойжеткен өзінің алтын сақинасын, шолпысын, немесе алтын теңгені ойыншыларға тігу салты қалыптасқан. Епті жігіттері қалташаға салынған әшекейді атпен шауып келе жатып, еңкейіп іліп алады. Ойынның шарты да қарапайым. Теңгені кім іліп алса, сол жеңімпаз атанып, әлгі бағалы сыйлық иеленеді.